Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жастар жылының ашылу салтанатында жас құрылысшылар жасақтарын құруды, сонымен қатар Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласындағы салынатын құрылыс жұмысына студенттердің құрылыс жасақтарын тартуды тапсырған болатын. Облыс жастарының арасындағы жұмыссыздықтың алдын алу және болдырмау мақсатында Түркістан жастар құрылыс жасағы құрылды. Аталған жасақ Түркістан қаласы мен облыс аумағындағы жаңадан салынатын тұрғын үй және әлеуметтік құрылыс нысандарының жұмыстарына тартылуда. Құрылыс жасақтары жұмысына аудан, қалалардағы құрылыс нысандарына 2019 жылы Түркістан жастар құрылыс жасағы жобасы аясында 1000 жасты Түркістан қаласында салынатын құрылыс жұмыстарына тарту жоспарлануда. Жалпы жоба аясында 2019, 2020, 2021 жылдары 3000 жас тартылатын болады. 2019 жылғы 17 маусымнан бастап Түркістан қаласындағы 10 құрылыс компаниялармен келісім шарттар жасалып, жоғары оқу орындарынан 630 студент, кәсіптік колледждерден 208 студент арнайы техникалық қауіпсіздік шаралары бойынша түсіндіру жұмыстарынан өтіп, жұмыс бастады. Құрылыс жасақтарының орташа еңбек жалақысы 60-90 мың теңгені құрайды. Құрылыс жасақтарын күнделікті тасымалмен, жатын орынмен және ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ жұмысқа тартылған студенттерге жұмыстан тыс уақытта мәдени және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылуда. Бұдан өзге аудан, қалаларда салынып жатқан құрылыс нысандарына 1203 студентті тарту бойынша келіссөздер жүргізілуде. Нәтижесінде биыл қыркүйек айына дейін 3600-ден астам студент құрылыс жұмыстарына тартылатын болады.